Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қой. Сәлеметсіздер ме? 50-ші тақырып нөмір 1-ші есеп. Есепте және осы кітаптың 1-ші томы қай жылы шыққанын анықта. 1-ші есептің шарты 650 көбейтілген 25 азайтылған 14237. Есептейміз, 650-ді 25-ге көбейтілгенде 16250 болады. 16250-ден 14237-ні азайтқанда 2013 болады. Жауабы кітаптың 1-ші томы 2013 жылы жарық көрді. Келесі 6-шы сөз есеп. Композитор Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы туған. 1956 жылы «Менің Қазақстаным» әнін жазған. Ол уақыт өте келе Қазақстан Республикасының қазіргі мемлекеттік гимніне айналды. Өзінің осы танымал әнін жазған кезде Шәмші Қалдаяқов неше жаста болды? Шартын жазамыз. Туылды 1930 жылы. Жазды 1956 жылы. Бізге табу керек қанша жаста болғанын. Шешімі: 1956 жылдан азайтамыз 1930 жылды. Тең болады 26. Жауабы 26 жаста болған. Келесі 8-ші есеп. Мәтіндердегі деректер бойынша есеп құрастыр және шығар. А. 1980 жылы Алматы қаласында ұлттық музыкалық аспаптар музейі ашылды. Музей ғимараты ағаштан салынған. Сәулет өнерінің үлгісі оны 1908 жылы Андрей Павлович Зенковқа тұрғызған. Шартын жазамыз. Ашылды 1980 жылы. Тұрғызылды 1908 жылы. Қай жылы музей болды? Неше жылдан кейін? Соны есептейміз. Шешімі: 1980 жылдан азайтамыз 1908 жылды. Жауабы тең болады 72. 72 жылдан кейін музей болды. Келесі Ә. Музейде көптеген концерттер мен кездесулер өтеді. Ересектердің билеті 500 теңге, ал балалардікі 300 теңге. Экскурсия жетекшісінің қызметі 850 теңге. Есеп құрастырамыз. Ересектерден 2 адам, балалардан 2 адам барды деп есептейміз. Жазамыз. Шарты: ересектердің билеті 500 теңге, 2 адам барды. Балалардың билеті 300 теңге, 2 бала барды. Жетекшісінің қызметі 850 теңге. Егер барлығы 4 адам барған болса, қанша теңге қажет болады? Жазамыз. Шешімі: 500 көбейтілген 2 тең 1000. 300 көбейтілген 2 тең 600. 1000-ға 600-ді қосамыз және де жетекші қызметінің ақшасының қосамыз. 850 тең болады 2450. Жауабы: егерде 2 ересек, 2 бала баратын болса, барлығы 2450 теңге қажет болады. Келесі 9-шы есеп. Теңдеуді шығар. 12000 көбейтілген x тең 800 көбейтілген 30. Есептейміз. 12000 көбейтілген x тең 800-ді 30-ға көбейтеміз, 24000 болады. X тең 24000-ді бөлеміз 12000-ға. X тең 2-ге тексереміз. 12000-ді 2-ге көбейтеміз, тең 24000 болады. 800-ді көбейтеміз 30-ға, тең 24000. Жауабы дұрыс. Келесі 80000 бөлінген y тең 4000 азайтылған 2000. 80000 бөлінген y қалады. Тең 4000-нан 2000-ді азайтамыз, 2000 болады. Y тең 8000. 80000 бөлінген 2000. Y тең 40-қа тең. Тексереміз. 80000-ді бөлеміз 40-қа, тең 2000 болады. 4000-нан азайтамыз 2000-ді, тең 2000 болады. Жауабы дұрыс. Келесі 10-шы есеп. Шартын жазамыз. Сапқа тұрды 3 адамнан, алдынан 7 қатар, артынан 5 қатар. Барлығы қанша оқушы барды? Есептейміз. Бұл жерде 7 қосылған жақшаның ішінде 5 азайтылған 1 дегенім, жаңағы 5-ші тұрған бала өзін есептемейді, артында 4 бала қалды. Қосамыз алдындағы 7 балаға, 7 қатарға. Болады 7 қосылған 4 тең 11. 11-ді көбейтеміз 3 адамнан тұрды ғой. 3-ке
дейін 33. Сонда барлығы музейге 33 адам оқушы барған.